Сіздер ме оқушылар? Бүгінгі қазақ әдебиеті сабағынан өтетін жаңа тақырыппен таныс болыңыздар. Қыз жібек жыры, Сансызбайдың төлегенді іздеп шығуы, Сансызбай мен жібектің кездесуі, Сансызбай мен Хореннің айқасы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатымен таныс болыңыздар. Көркем шығарманың мазмұны мен пішіні, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдаңыз. Сіздер өткен сабақтарда Қыз жібек жыры туралы мәліметтер алдыңыздар. Олай болса, ой түрткі сұрақтарына жауап беріп көріңіздер. Қыз жібек жырына арқау болған қандай оқиға және шығарма желісі арқылы қандай ой қорытасыңдар? Қанекей балалар, осы сұрақтарға бірлесіп жауап беруге тырысайық. Қыз жібек жырына арқау болған Төлегеннің жар іздеп шығуы, ал шығарма желісінде қазақ халқына тән салт дәстүрдің құндылығы көрініп, ғашықтар арасындағы сүйіспеншілік суреттеледі. Өте жақсы оқушылар. Сіздер алдыңғы сабақта Сансызбайдың Төлегенді іздеп шығуын, Сансызбай мен жібектің кездесуін, Сансызбай мен Хореннің айқасы бөлімдерінің мазмұнымен таныстыңыздар. Бүгін осы бөлімдердің сюжеті бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың негізгі бөліміне көшіп, тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырмамыз: егер Сансызбай Төлегенді іздеп шығарда, атасынан бата алмай кетсе, тағдыры не болады деп ойлайсың? Болжау стратегиясы бойынша жауап беріп көрейік. Салт дәстүрмен байланыстырып, нақты жауап береміз. Бағалау критерийі: әдеби шығарманың сюжетін талдайды. Дескриптор: салт дәстүрмен байланыстырады, нақты дәлелмен жауап береді және батаның адам өмірінде алар орнын түсінеді. Осы тапсырмаға жауап берейік. Егер Сансызбай Төлегенді іздеп шығарда, атасынан бата алмай кетсе, жолы болмас еді. Төлегенге әкесі оң батасын бермей, жолы болмады. Қазақ халқы үшін батаның адам өмірінде алар орны ерекше. Үнемі оң бата алуға тырысуымыз керек. Оқушылар, осыны есімізден шығармай ұстап жүрейік. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Әуелі: бас қосқаным жағалбайлы, жылқысын көптігінен баға алмайды. Өлгені Төлегеннің рас болса, Құдайым қыз жібекті неге алмайды? Деген өлең жолдарынан қыз жібек бойындағы қандай қасиетті аңғарасың? Топтастыру әдісі бойынша орындаңыздар. Келесі сұрақ: қыз жібек Хореннен қалай құтылды? Шығармамен байланыстыра отырып жауап беріңіздер. Бағалау критерийі: әдеби шығарманың сюжетін талдайды. Дескрипторға назар аударайық. Қыз жібек бойындағы жағымды қасиеттерді анықтайды және қыз жібек бейнесін тағы бір қырынан тани алады. Топтастырып кестеге орналастырған болсақ, оқып көрейік жауап нұсқаларын. Қыз жібек ақылына көркі сай сұлу, шынайы сезім иесі, махаббатына тұрақты және адал. Қыз жібек Хореннен өзінің айлалылығымен құтылады. Өте жақсы оқушылар. Тапсырмаға белсене жауап бердіңіздер. Келесі тапсырмамыз: шүкір қылып Аллаға, кәпір жаудан құтылып, бірнеше күн жол жүріп, еліне аман келеді, ата-анасын қуантып, 40 күн ұдай той қылып, Сансызбай жібекті алады. Сансызбайдың осы әрекетінен шығармада көрініс тапқан қандай салт дәстүрді байқадыңыз? Сансызбай мен Хореннің арасындағы шайқаста Сансызбай қандай қырынан танылды? Осы сұрақтарға бірлесе отырып, шығармадан мысал келтіре отырып жауап береміз. Бағалау критерийіміз: әдеби шығарманың сюжетін талдайды. Дескрипторға назар аударайық. Сансызбай әрекеті арқылы көрініс тапқан салт дәстүрді анықтайды және Сансызбай бойындағы жағымды қасиеттерді саралайды. Олай болса, тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, мына жауаппен салыстырайық. Шығармада көрініс тапқан әмеңгерлік салты. Әмеңгерлік салты бойынша Сансызбай қайтыс болған ағасы Төлегеннің жары жібекті өзіне жар етеді. Ал келесі тапсырма:
жауабы: Сансызбай қандай? Сансызбайдың бойында қандай ерекше қасиеттерді байқадық? Сансызбайдың бойында батылдық, күштілік, батырлық және адалдық көрініс табады. Оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызда шығарманың сюжеті бойынша жұмыс жасадық. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылап, үй тапсырмасына кезек берейік. Үй тапсырмасына мұқият назар аударыңыздар. Шығарманың композициялық құрылысын сәйкестендіру кестесіне орналастырыңыз. Мұқият жазып аламыз. Оқиғаның басталуы, Төлегеннің қаршығамен кездесуі. Оқиғаның дамуы, Сансызбайдың жібекпен бас қосуы. Оқиғаның шиеленісуі, Төлегеннің жар іздеуге аттануы. Оқиғаның шарықтау шегі, Төлегеннің мерт болуы. Оқиғаның шешімі, қыз жібекпен Төлегеннің кездесуі. Үй тапсырмасы сіздерге қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.